Сәлем достар, Доктор Нокс каналына қош келдіңіздер. Мен каналымда осы препараттар жайлы көп ақпараттар, отзывтарды салып жүрмін. Қазір көп адамдар сұрап жатыр, бұл таблетка ма, жидкий сироп па, ішінде қандай таблетка бар, соны ашып көрсетесіз ба деген сұрақтар келіп жатқаннан кейін сіздерге ашып көрсетейін дедім. Мынау қазіргі таңда өзімнің үйде қолданып жүрген препарат, яғни Витамарин А, Витамарин В. Бұны для очищения организма деп айтады ғой. Яғни организмді тазалау үшін алған болатынмын. Мынау беттегі әжімдерді кетіру үшін, угреларды кетіру үшін, денедегі инфекцияларды жою үшін, ішектерімді тазалау үшін, барлық құрылыстағы инфекцияларды кетіру үшін алған болатын. Және Витамарин В. Біреуін азанда, біреуін кешке ішесіздер. Іші қандай екен айтайын. Мынау жидкий болады, екеуі ішінде сұйықтық болады. Бұны бір 4-тен 1, 5-тен 1 чайник ложкадан ішесіздер, сумен ішесіздер. Күніге 2 литрдей су ішу керек болады. Мынау бір аптадан ішкеннен кейін спирулинаны жалғастырасыздар. Міне срогы 25-10-22-сіне шықты. Мен алып ішіп жатқаным уже 2,5-3 айға кетіп бара жатыр. Спирулина ішінде мынандай жасыл таблеткалар болады. Міне, мынандай жасыл таблеткалар болады. Осыны күніге бастапқыда бір таблеткадан азанда кешке 2 реттен ішесіздер. Организмдеріңіз үйреніп, аллергия бермейтін жағдайға жеткеннен кейін бір апта 5 күн ішінде, егер бәрі жақсы болса, азанда 2, кешке 2. Дальше солай-солай 3-5 күннен қосып кете бересіздер. Сосын дальше азанда 3, кешке 3-ден ішетін боласыздар. Спирулинаның пайдасы өте зор. Қазіргі таңда барлық адамдар біліп жатыр, қаражаттарымыз жетпей жатыр деп айтып жатыр. Енді бұның бағалары өте қымбат тұрады. Мына жерде 650 таблеткалығы, бұның өзінің бағасы қазір 10%-ға қымбаттап кетті. Спирулинаны 2020 таблеткалығын бөліп алсаңыздар да болады. Мынаның әр таблеткасын сіздерге сатамыз, алатын деушілер болса, заказ берсеңіздер болады. Жеке пакеттерге салынып берілетін болады. Бөліп алуға да болады. Мен әрі косметолог маман болғандықтан, біз келген қыздарды беттері қатты, акне, угре болып басып кетеді ғой. Соларға после массаж, после очистки тазалап болғаннан кейін осыған 1-2 қоспамызды қосып, бетіне жасаймыз. Сол моментте уже результат көрінеді. Сол себепті қыздарға да мен прилагать етіп жатамын. Олар осыны для пробы алып кет, 1 штук, 2 штук алып жасап көр. Егер ұнап жатса, хабарлас деп айтамын. Олар хабарласады, әрине, ұнайды. Сол себепті алып, толық осындай банкасымен алып, даже беттеріне жақсы маска ретінде қолданып жатқан адамдар, қыз-келіншектер өте көп. Бұл деген бүткіл ауруға ем, баттар деп айтуға болады. Яғни барлық адамдар қазір сұраныста ие препараттар. Әр дәрумен жайлы толық ақпарат білгілеріңіз келсе, комментарийға жазып кетіңіздер, толық ақпарат білгім келеді деп мен сіздерге және телефондарыңызды тастасаңыздар, өзім байланысқа шығамын, шағымдарыңызды сұраймын және соған байланысты сізге лечение тағайындайтын боламын. Қорықпай жазыңыздар, сұраңыздар, айта беріңіздер. Және осы менің каналым, Доктор Нокс каналы, бұл YouTube канал, соған қызылдағы подписаться кнопкасын басып жазылып қойсаңыздар болады. Дәрумен жайлы әлде көптеген отзывтар салып отыратын боламын, қарап көріп отырасыздар. Сау болыңыздар.